Ғайсы ұстаз, мына қазір таңда мына қоғамда еркектен гөрі әйелдер басымырақ болып жатыр деген пікірлер бар. Жалпы еркектің беделін көтеру үшін не істеу керек осы тұрғыда? Жалпы қазіргі уақытта әйел кісілердің белсенді болып кетуі, ер кісілерден асып кетуі деген нәрсе. Бұның барлығы негізі жақсылыққа алып келмейді бұл. Бұны ашып айтуымыз керек, бұл жақсылыққа алып келмейтін істер. Бұл әйел кісілерден гөрі еркектің беделін арттырамыз дегенде бұл өте қиын, бұны айтайын. Өйткені бірінші нәрсе бар, қазіргі уақытта әйелге беттейтіндей бір ондай мықты еркекті көрмедік, азайып кетті, өте аз. Соның үшін мына нәрсені білейік. Бұның бәрі қайдан, негізі қайдан болады түп төркініне қарайтын болсақ, бұның түп төркіні ол бала әйел басқарған отбасынан шығатын болса, оны ешқашан түзей алмайсыз. Болды, оның қанына сіңген әйел адамның беттен алып төске шабу деген нәрсе, оған кәдімгі қалыпты жағдай, ол ешқашан ол нәрсеге наразы емес, сол бағытпен кете береді. Демек, бірінші отбасындағы тәрбие, бірінші нәрсе. Егер бір отбасында еркек басқарған, қалғандардың бәрі соны қоштаған сондай отбасы болатын болса, ол отбасында өте тәрбиелі, саналы ұлдар болады. Қыздары тәрбиелі, ер адамды, ер азаматты құрметтейтін сондай қыздар шығады. Ал әйел басқарған отбасында үнемі еркектің орны жоқ болады, бар болса да. Еркектің өзі бар, бірақ орны жоқ еркек. Одан кейін балалар ешқашанда әйелге бағынбайды, анасын тыңдау деген нәрсе. Ол кішкентай кезінде шығар, жаңағы буыны қатайған сайын бала деген анаға бағынбайды. Бағынса ол еркекке, әкеге бағынатын еді. Әкенің орны жоқ. Сонымен әрқайсысы бет алды, жаңағы көкбет қыздар, ынжық ұлдар деген нәрсе содан пайда болады. Енді біз мұндай отбасын туралаймыз деген нәрсе, ол енді ақылсыздық деп есептеймін. Мүмкін емес ол. Ол болды, сол күйінде кетеді. Және бұл нәрсе тұқым қуалайды, ары қарай жалғаса береді. Біз сон үшін ұл балаларымызды кішкентайынан жаңағы пікірі бар қылып үйрету керек. Өзінің жеке пікірі бар, соны ұстанылатын. Және қате пікірде болса, ер адамның пікірі болған дұрыс. Бізде кейде айтатын, ол дұрыс емес, бұл қате. Қате де болса, оның пікірі болсын. Өз басымен бір нәрсе істейтіндей болсын. Соның үшін баланы жастан деген. Бізде қазақта, қатынды бастан деп. Сонда баланы жастан сол бір пікірге қалыптастырсақ, кез келген нәрсені, мысалға барып, дүкеннен барып, қарапайым нәрсе, нан алып кел десеңіз, ол барып қатып қалған нан алып келсе де, болды, сіз соны жеуіңіз керек. Мынау не сенің? Сонша нанның ішінен осыны алып келдің бе десеңіз, ол баланың таңдау еркі деген өледі болды. Баратта содан кейін телефон соғатын болды, қандай нан алайын деп. Өйткені нан алуға бас жетпейтін бала. Сондай ұрпақтар билеп қаламыз. Соның үшін баланы ерікті қылу керек, және өз басымен шеше алатындай қылсақ, ертең отбасы болғанда да бұл алып кетеді. Біріншісі мен бұны отбасындағы көрген ісін соны қайталайды деп айтар едім. Өйткені ұяда не көрсе ұшқанда осы нәрсе негізі. Екіншісі, ер баланы ерікті өсіру керек. Үнемі өз еркімен жүретіндей қылып, және таңдау еркін өзіне беру керек. Сонда бала жаңа тек қана жол нұсқап отырсақ, өз еркімен соны жасап жүретін болса, соны нәтиже ретінде көретін болсақ, ертең өзінің пікірі бар, өз отбасын өзі басқара алатындай сондай шығарамыз. Соның үшін мен бұның бір жолы отбасынан деп айтам, ал басқалардың барлығы қосалқы болып есептеледі тек қана. Негізгісі отбасы.